Рең дегенде алдық қой. Тоқташ. Ана өткендегі кісі емес пе? Иә, дәл өзі. Ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Біз таныңыз ба? Жоқ. Біздің ақшамызды алып кеткен ағай емессіз бе? Балдар, мен денсаулығы жоқ адаммын. Ем домыма, дәрі-дәрмекке ақша таба алмай, сендердің қолдарыңдағы ақшаны көріп, осындай іс-әрекетке баруыма тура келді. Мені кешіріңдерші. Жарайды ағай, сауық болыңыз. Ал қыздар, жаттағандарын көрейік, не жаттадыңдар? Кеше берген тапсырмам орындадыңдар ма? Кәне бастаңдар. Армысыздар, құрметті ата-аналар, асыл жандар, қадірлі қонақтар. Бүгінгі біздің мерекелік кешке қош келдіңіздер. Иә, бүгін мейірім мен махаббатқа толы ерекше күн. Бұл жүректің жылуын, шексіз қамқорлық пен аналық махаббатты дәріптейтін аналар күні. Ана тіршіліктің тірегі, отбасының жүрегі. Әрбір жетістігіміздің артында ананың ақ тілегі, ақ сүті мен адал еңбегі жатыр. Дана халқымыз, анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да ақ сүтін өте алмайсың дейді. Бұл сөздердің астарында ананың қадірін ұғындыру жатыр. Ендеше бүгінгі күн сіздерге ардақты аналар. Ән мен би, жыр мен күйлер сіздерге арналады. Олай болса, мерекелік кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Қыздар, күшті. Ей, осылай істемейсіңдер ме баяғыдан бері? Молодцы, жарайсыңдар. Достар, кешірім сұрайым. Кешірім сұрайым. Гитарамды сендерден жоғары қойғаным үшін. Кешіреміз ба? Білмеймін. Кешірмесеңдер онда әрі. Кешіреміз болды. Кешірдім. Доспыз ба? Доспыз. Ұрыспаймыз қыздар, жарайды ма? Болды, мүлдем ұрыспаймыз. Артық кетсем, бәрінен кешірім сұраймын, қыздар. Мен де. Егер де біз бірікпесек, біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді. Келісемін, бүйтіп бастайық. Алло, кім екен бұл? Алло, саламатсыз ба? Бұл Раянаның анасы ма екен? Раяна? Иә, мен сол Раяна оқитын мектепте сынып жетекшісімін, есімім Аман болады. Енді сізді мазалағаныма кешірім сұрайын. Біздерде осы жақында аналар күніне арналған үлкен бір мерекелік іс-шара болайын деп тұр. Сол жерде Раяна сізге арнап өлең оқиды, концертке қатысады ғой. Білесіз бе, соңғы кезде Раяна сізді қатты сағынып жүр. Егер сіз келсеңіз, Раянаға үлкен сый болар еді. Әрине түсінемін енді, анаға деген өзінің баласының сондай үлкен мерекелік іс-шараларға қатысып, түсінесіз бе, ең бастысы Раяна сізді қатты сағынып жүр. Ал оқушылар, сендерге рахмет, сендерге ризамын. Бәрі менің ойымдағыдай болды, дайындықтарың күшті.
Енді ертең бірақ ана концертте мені ұятқа қалдырмаңдар, жарайды ма? Жұмайт кезде бұл да бір. Соны айтсайшы. Шығып кеткен несі соңына дейін жуып кетпей ма енді? Доғарыңдар, ол менің анам. Неге етіп ойлайсыңдар менің анам туралы? Анашым, кешірші қызым, сен актовый залда екеніңді білмей қалдым. Анашым, сіз қандай болсаңыз да мен сізді жақсы көрем. Ақымақ қызыңызды кешіріңізші, анашым. Құрметті оқушылар, бүлдіршіндер, міне көрдіңдер, қанша күнгі еңбек, қанша маңдай тер төктіңдер. Сендердің қолдарыңнан барлығы келеді. Әрқайсың өнерлі балаларсыңдар. Қазір мына жерде ата-аналарың келіп отыр. Ұстаздарың көреді, өздерің сияқты балаларың көреді. Қаншама біздің сіздер мен біздердің бірігіп жасаған еңбегімізді енді соны көрсетейін деп отырмыз. Сендерге сәттілік тілеймін. Мен сендерге сенем, үмітті ақтаңдар, жарай ма? Алға. Біздің қолымыздан бәрі келеді. Кәне? Армысыздар, құрметті аналар, асыл жандар, қадірлі қонақтар. Бүгінгі біздің мерекелік кешке қош келдіңіздер. Я, бүгін мейірім мен махаббатқа толы ерекше күн. Бұл жүректің жылуын, шексіз қамқорлық пен аналық махаббатты дәріптейтін аналар күні. Ана тіршіліктің тірегі, отбасының жүрегі. Әрбір жетістігіміздің артында ананың ақ тілегі мен ақ сүті, адал еңбегі тұр. Дана халқымыз, анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да, ақ сүтін өте алмайсың дейді. Бұл сөздердің астында ананың қадірін ұғындырып жатыр. Бүгінгі кеш сіздерге ардақты аналар. Бүгін ән мен жырлар сіздерге арналады. Олай болса, мерекелік кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Солғанша гүлім көздей тұнып, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Ардақтайды есіміңді,
ел ана деп адал, жер ана деп адал, тербет мәңгі бесігіңді, ана жаным саған, арнадым ән саған. Қызым өсіп келеді. Уақыт деген қандай тез еді. Кеше ғана кішкентай еді. Барымды бергім келеді, тек бақытты болса екен. Анашым, сізге көңілсіз отырсыз? Жоқ қызым, жай ғана шаршадым. Сіз күнде шаршайсыз, бірақ маған ешқашан білдетпейсіз. Анашым, сіздің кішкентай кезіңізде қандай арманыңыз болды? Менің арманым жақсы ана болу еді. Сіз әлемдегі ең жақсы анасыз. Мен кейде саған уақыт бөле алмай қаламын. Кешір мені, қызым. Жоқ, анашым, сіз маған бәрін бердіңіз. Махаббат, жылу, сезім. Анашым, мен сізді өскенде ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Себебі, сіз менің жүрегімдесіз. Сен барда мен бақыттымын, қызым. Қалаға желе жетіп біз, артынан еріп арманың, ауылдан шығып кетіп біз. Арайын төгіп аспанның, араласам да жерлерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Қонатым белдің бетіне, түн аспанымды сағындым, түнейтің соның шетіне, құрдастарымды сағындым. Жусаны жұпар ауылмен, көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен, шешемнің шайын сағындым. Құрметті көрермендер, қадірлі ұстаздар, құрметті мына бүгінгі біздің бүлдіршіндеріміздің аналары, бүгінгі кереметтей аналар күніне арналған мерекелік концертті сіздерге әдемілеп көрсетіп берген біздің бүлдіршіндерімізге бір ду қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Сіздерге мың алғыс. Балаларымыз өте өнерлі. Мен ағайлары ретінде айтайын, әрқайсысының тұнып тұрған өнері бар. Енді әрқайсысының өзінің анасына деген жалпы жүрегінен шыққан әндері, билері, көріністері бәрін мен кішкене бағдар беріп отырғанымен балалар өздері істеді. Сол үшін осындай бала тәрбиелеп отқан сіздерге үлкен рахмет. Аналарымызды тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осындай бүлдіршіндердің қызығын көріңіздер дегіміз келеді. Үлкен рахмет. Района! Анашым, мен сізді қатты сағындым. Мен де жаным, сені қатты сағындым. Мен тастамайсыз ғой, сөз беріңізші. Ешқашан тастамаймын, жаным.